Mana көктемге батыр. İnşallah bütün diyxanlar özünün bar tapқан жерге беріп батыр. Пайда көретін де көрмейді, ешкім білмейді әлі. Ешкім білмейді, дұрыс па? Yani misal қазір намаз оқымайсың ба десең, неге дейді? Жәннат бар, тозақ бар, сен не барып көріп келдің бе дейді. Сен де капсыда егіп жатсың ба сен? Не саған біреу хабар берді ме, капсыда 1000 теңге болады деп? Өліп егіп жатсың ғой, трактордың арқасынан жүрген, судың арқасынан жүрген. Біліп атсаң, ексең қор болмайсың. Ексең алатыныңды біліп атсың. Біліп қойық, намаз оққан адам ешқашан қор болмайды. Ораза тұтқан адам ешқашан қор болмайды. Құран оқыған адам ешқашан қор болмайды. Мұны капсыда егіп ала алмай қалуы мүмкін. Мысалы біз сонда болғанбыз, баяғыда біз диқаншылықпен шұғылданамыз. Капсыда егіп, капсыда енді сондай зор болып тұрған уақытта оның бір тиынды құны болмады. Бәрін апарып, келеске түпкенбіз апарып. Жағдай болған. Еккен егіннен еш нәрсе ала алмай қалу да мүмкін. Бірақ оқыған намаздан ешкім жұтылмайды. Оқыған Құраннан ешкім жұтылмайды. Берген садақадан ешкім жұтылмайды. Бұл Аллах Субханала Тағала уәдеге қайшы келмейді. Уәдесінде тұрады Аллах Субханала Тағала. Сол үшін мына диқаншылықтарымызды бисмилля деп егейік. Аллах Субханала Тағала егіндерімізге берекет берсін. Халықтың жағдайы жақсарсын. Халық тоқ болатын болса, ибадаты жақсы болады. Халық тоқ болса, үшір береді. Халық бай болса, зекет береді. Бұл Аллах Субханала Тағаланың адамзатқа беріп қойған үлкен бір нығметі. Жалғыз ерінбеу керек, жалғаулық қылмау керек, Аллахтан сұрау керек. Сағат түнгі 2-3-ге шейін итке ұқсап, қаңғып, саңғып, азанда сағат 12-ге шейін ұйықтап, аузының көбігінің бәрі сасып. Онда еш беле болмайды. Онда еш беле болмайды. Әс-сүбхаду тамна ризқа деген. Таңғы ұйқы берекені қиып қояды. Таңғы ұйқы берекені қиып қояды ағайындар. Таңғы ұйқыға өте қатты мән беруіңіз керек. Таңғы ұйқы, бұл мына бамдатта. Мысалы қазір орталық мешітке бамдатта неше адам келіп оқиды бұл жерде? Неше сап болады? Неге 100 сап болмаймыз? Кім Аллахтан береке сұрағысы келетін болса, таң намазында өте қатты мән беру керек. Аллах Субханала Тағала әс-сүбхату, бұл субх. Қараң, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям әс-сүбхату тамна ризқа деп қойды. Таңғы ұйқы берекені қиып қояды деді. Таңғы өте қатты мән берейік. Мен әрдайым айтамын, біздің ауылда тәжік ауыл дейді. Сол тәжік ағайындар ұқтамайды ғой. Олар намаз оқымайды бірақ. Көпшілігі намаз оқымайды олар. Бірақ ұқтамайды. Азанда қарасаң үйінің алдын бәрі су сепкен, сыпырған, тазалаған. Қараңда, себебі олардың ата бабасы осыны сіңдіріп, ол осылар ұстап қалды. Біздің ауылдың бір қызы өзіміздің қарындас енді. Қожатоғай деген жерге барыпты ғой. Келін болып түскен. Азанда атасы ұйықтауасы бірнеше шылып деп атыр дейді. Жаңбыр бүйтіп жаумайтын еді. Жаңбыр жерде басқаша жауатын еді. Деп сыртқа шығып қараса, жаңағы келін балақты түрген дейді. Жеңді түрген дейді. Су сеуіп атыр дейді. Сөйтсе олар ақшаға бөшкеге суап қояр екен де ол. Жаңағы келін, енді Қожатоғайда білесіздер ғой, енді жер өте үлкен болады. Үлкен, жаңағы жарым гектар жердің бәріне жаңағы үлкен сестанда судың бәрін шашып тастайды. Сізде жаңағы шал айқайлап боқтап жүрді, әкем өрен қаяқтан қандай жындыны көргесін жерге су сепкен деп айтады дейді. Сол үшін бұл тазалық, назафату шатрал иман дейді, тазалық иман жарты. Міне қазір жан-жақта адамдар арық кәулеп жатыр, ағаш әктеп жатыр, үйінің жан-жағын бәрін тазалап жатыр. Бұның бәрі исламнан ағайындар. Осының бәрі исламнан.